Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер және де достар, сіздермен мен бүгін Clash.kz арнасы. Достар, өздеріңіз көріп тұрғандай 1017 подписчик менде. Әйтеуір мен 1000 деген сананы оздым. Бұл деген өте керемет жетістік. Және де әрбір ютуберлер менің эмоциямды түсінуі мүмкін. Себебі қазіргі таңда қазақ ютубы дамып жатыр. Мен соған қазір үлесімді қосып жүрмін деп ойлаймын. Мысалы, қазіргі уақытта танымал ютуберлерді көретін шығарсыздар. 4000, 5000, 6000, немесе одан 10.000, немесе 30.000, 50.000, 100.000 деген подписчик қазақ ютуберлері бар. Және де достар, мен солардың эмоциясын қазіргі уақытта кешіп жүрмін. 24 сентябрь 2015 жылы мен осы нені ашқан болатынмын каналымда. Ал мен алғашқы видеомды көретін болсаңыздар, мен алғашқы видеомды октябрьдің 17 күні салған болатынмын. Октябрь өздеріңіз білетініңіздей 10 ай, қазан айы, қазір 8 наурыз. Сол 5 айдың ішінде мен осындай көрсеткішке ие болдым. Көрсеткіш дегенде 1017 подписчик және 38227 просмотр. Бұл деген өте керемет деп ойлаймын. Каналымда 1000 подписчик болса да, менің әрбір видеоларымда 40-30 лайк, 50-ден аспайды. Асса бірақ видео шығар. Ал просмотр жағынан менде тек қана 1-2 видео бар 1000-нан асқан, ал қалғандары 400-200 шақты. Бұл деген өте өкінішті, бірақ осы таңға да жеткеніме өте қуаныштымын. Мүмкін хейтерлер де бар шығар, хейтерлер де көп, бірақ мен оларға қол қойғаныма уже қаншама айдан асып кетті. Маған бәрібір, в общем, мен тек қана өзімнің жақсы көретін подписчиктеріме ғана видео түсіремін. Және де жақында конкурс болуы мүмкін. Конкурс 1200 подписчикке болғанда ғана болатын шығар, Ал турнир жайлы айтатын болсақ, мен Супер Кикач деген ютуберді білетін шығарсыздар, Нұрсұлтан Хатетов. Сонымен қосылып, мен турнир ұйымдастырғым келеді қазақ қылғандар арасында. Бірақ оның қашан екенін уәде бере алмаймын, бірақ аз қалды. Оған тек қана ТХ9, ТХ8, ТХ7 прокачкалар, ТХ-лар қатыса алады. Және де бүгін 8 наурыз бүкіл халықаралық әйелдер күнімен біздің каналымыздағы нәзік жанды қыздарды, яғни Clash ойнайтын қыздарды құттықтағым келіп тұр. Менің осы Clash.kz атынан. Және де тағы да өзіміздің ата-ана деппін ғой, анамызды ұмытпайық. Ана деген өте қадірлі және қасиетті адам. Жұмақтың кілті ананың астында дейді ғой. Сондықтан бүгінгі күнімізді аналарымызға және де қарындас тәтелерімізге арнайық. Ал сіздермен бүгін болған мен Clash.kz анасы. Амандықта жүздескенше лайк басып отырамыз. Және де репост жасауды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше достар.